Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз номер 30-шы логикалық есепті шығарамыз. Құрметті оқушылар, біз Мейірбек физика-математика орталығы, Мейірбек.физмат.орталығы Instagram парақшасында әр жексенбі сайын сағат 14:00-де, яғни Орал уақыты бойынша сағат 14:00-де логикалық есептерді жариялаймыз. Және сол күні кешке, яғни 22:00-де логикалық есептің жеңімпаздарын анықтаймыз және оларға арналған ақшалай сыйлықтарымыз бар. Сіздерді логикалық есепте күтеміз. Ендеше номер 30-шы логикалық есепті бірге шығарайық. Есептің берілгені бойынша шаруа 2 қоянға 3 тауықтан барлық тауықтарын айырбастады. Тауықтардың әрқайсысы барлық тауықтар санының 3-тен 1 бөлігіне тең жұмыртқа берді. Ал шаруа әрбір 9 жұмыртқаны әр тауық қанша жұмыртқа берсе, сонша теңгеден сатып 72 теңге пайда көрді. Қанша тауық және қанша қоян. Біздер былай жасайық. М дегеніміз ол барлық тауықтардың саны. Ал әр тауық М бөлінген 3 жұмыртқа береді. Ол есептің берілген жазылып тұр, қараңыздар. Тауықтардың әрқайсысы барлық тауықтар санының 3-тен 1 бөлігіне тең жұмыртқа берді деген. Яғни әр тауық М бөлінген 3 жұмыртқа береді. Одан кейін енді былай жасайық, қараңыздар. Біз деген әр тауықтан М бөлінген 3 жұмыртқа аламыз. Қараңыздар, әр тауықтан М бөлінген 3 жұмыртқа аламыз. Біз соны тауықтардың санына көбейтеміз. Себебі бізге деген барлығы қанша жұмыртқа бар екен табуымыз керек. Барлығы қанша жұмыртқа бар екен табуымыз керек. М бөлінген 3 деген ол жұмыртқаның саны, ол тек қана бір тауықтың беретін жұмыртқасы, ол М бөлінген 3. Ол тек қана бір тауық. Ал бізге неше тауық бар? Бізде М тауық бар. Сондықтан да оны М тауыққа көбейтеміз. Сонда деген осындай өрнек шықты. Біз оны жақшаның ішіне алып қояйық. Одан кейін қараңыздар. Осы М бөлінген 3 көбейтілген М дегеніміз ол барлық жұмыртқаның саны. Мынау бізде барлық жұмыртқаның саны. Барлық жұмыртқа. Біз соны, қараңыздар, бүйтіп айтқан 9 жұмыртқадан бөледі дейді оны. Мысалы деген, бізде деген бәленбай осындай жұмыртқалар толып тұр осындай. Міне. Жұмыртқа толып тұр. Біз оны бүйтіп 9-9-ын упаковкаға жасаймыз былай. 9-9-дан жинақтап, оларды бүйтіп упаковка жасаймыз. Оларды жинақтаймыз. Түсінікті ме? Сөйтіп жинақтаймыз, сөйтіп 9-дан бөлеміз. Содан кейін бізде деген сонда барлық жұмыртқаны 9-9-дан, яғни упаковкаға жасаған кезде бізде неше упаковка екені шығады мына жерге дейін. Жақсы ма? Сосын айтқан есепте, мына есепте берілген сонша теңгеден сатып 72 теңге пайда көрді. Мына жерде былай деп тұр. 9 жұмыртқаны әр тауық қанша жұмыртқа берсе, яғни М бөлінген 3, сонша теңгеден пайда көрді. Оның әрбір упаковкадан көретін пайдасы ол М бөлінген 3 теңге. Әрбір упаковкадан көретін пайдасы М бөлінген 3 теңге. Енді қараңыздар, мынау деген, мынау бізде жұмыртқаның барлық саны болды. Біз оны деген 9-9-дан бөлдікте упаковка жасадық, осындай бірнеше упаковка жасадық. Сосын деген әрқайсысы осындай М бөлінген 3 теңгеден сатылады. Сондықтан да оны М бөлінген 3-ке көбейтеміз. Сол кезде ол 72 теңге пайда көрді дейді. 72 теңге пайда көрді. Енді біз ең негізгі мына теңдеуімізді құрастырып алдық. Енді мына теңдеуімізді біз өзімізге ыңғайлы қылып алайық. Яғни біздерде деген мына әріптерді, сандарды бүйтіп орын ауыстыра аламыз. Тек ауыстырған кезде мына өзінің алдында тұрған таңбасымен бірге ауыстыруымыз керек. Мысалы, мынау деген қазір көбейтілген М деп тұр ма? Оны біз басқа жерге көбейтілген М деп қоя аламыз. Мәселен, осы жерде орын ауыстырып. Мына көбейтілген М бөлінген 3 дегенде мысалы басқа жерге қоя аламыз. Бірақ егер теңдіктің басқа жағына шығатын болса, онда әрине оның таңбасы өзгереді. Плюс болса минус болады, көбейту болса бөлу болады, бөлу болса көбейту болады деген сияқты оның таңбасы ауысады. Ал егер бәрі сол бір жақта орындар ауысатын болса, біздер деген орын ауыстыратын болсақ, таңбасымен бірге өзгертеміз. Таңбасымен бірге орын ауыстырамыз. Тек қана әріпті немесе сан емес, таңбасымен бірге орын ауыстырамыз. Енді қараңыздар, біз мына берілген теңдеуді мынандай түрге айналдырдық. Мен соны түсіндіргім келіп тұр сіздерге. Мына көбейтілген М бөлінген 3 дегенде біз жақшаның ішіне кіргіздік, ал бөлінген 9 сол күйінде қалды, қараңыздар. Не өзгеріс бар? Мына көбейтілген М бөлінген 3 деген мына жақшаның ішіне кірді. Сол өзгеріс. Бәрі сол теңдіктің бір жағында орын ауыстырып жатыр. Сондықтан да одан еш нәрсе
өзгермейді, бәрі өз орнында. Тек орындан ауыстырдық болды. Орындан ауыстырған кезде мұқият болу керек. Содан кейін не істедік? Енді деген, қараңыздар, мына m-ді m-ға көбейтетін болсам m квадрат болады, оны тағы m-ға көбейтетін болсам m куб болады. m куб. Одан кейін мына бөлінген 9-ды келесі жаққа шығарамыз, көбейтілген 9 болады. Сонда 72 көбейтілген 9. Содан кейін мына жерде 3 пен 3-ті көбейтетін болсақ, ол 9 болады. Ол деген мына бөлшектің бөлімінде тұр, ол бөлінген 9 деген сөз. 3-ті 3 көбейткен 9, ол бөлінген 9. Оны келесі жаққа шығарған кезде тағы да көбейтілген 9 болады. Жақсы. Енді деген m куб деген түсінікті. Мына 72 көбейтілген 9 дегенді бір санның кубы ретінде алайық. Ол үшін былай жасадық. Міне 72 дегеніміз ол 8 бен 9-дың көбейтіндісі. 72 дегеніміз ол 8 бен 9-дың көбейтіндісі. Сонда деген бекасып қойық былай. 72 деген ол 8 бен 9-дың көбейтіндісі. Стрелка жасағым келген, мына жерге көбейту деп қойын. 72 деген ол 8 бен 9-дың көбейтіндісі. Сонда деген 9 бізде 3 рет кездесіп тұр. 9-дың кубы деуімізге болады. Осымен жерде 8 бар да. 8 дегеніміз ол 2-нің кубы. 2-нің кубы ол 8. Сондықтан біз 8 дегенді 2-нің кубы деп жазып тұрмыз. Сонда деген 2-нің кубы және 9-ның кубы деген сөз. Соның бәрін бір жақшаға алдық. Одан кейін 2 9-ым ол 18. Сонда 18-дің кубы деген шығып тұр. Сонда m-нің кубы тең болып тұр 18-дің кубына. Демек біздер мына кубтарын алып тастайтын болсақ, сонда m деген 18-ге тең деген сөз. Қараңыздар, m тең болады 18-ге. Біз сосын былай деп тұр, яғни 18 тауық болған 12 қоянға айырбасталды. Енді 18 тауық деген түсінікті. Бірақ 12 қоян деген қайдан шықты? Бізде есептің берілгені былай айтқан. Шаруа деген 2 қоянға 3 тауықты айырбастайды екен. 2 қоянға 3 тауықты айырбастайды. Қараңыздар. 2 қоянға 3 тауықты айырбастайды. Яғни екеуі бір-біріне тең деген сөз. 2 қоянымыз тең болып тұр 3 тауыққа. Ал бізде қараңыздар, жаңа 18 тауық деген шықты. Мына 18 тауық. Енді қараңыздар, тауықтың саны неше есе артып жатыр? Мына 3 деген 3-ті нешеге көбейткенде 18 болады. 3-ті 6-ға көбейтетін болсақ 18 болады. Дәл сол сияқты мына 2-ден де 6-ға көбейтуіміз керек. Себебі деген ол мына жақта қанша есе артса, мына жағында да дәл сонша есе артуы керек. Мына жақта мысалы 3-ті 6-ға көбейткенде 18 шығып тұр ма? Дәл солай 2-ні 6-ға көбейтетін болсақ 12 шығады. Мінекей, сонда 18 тауығымыз ол тең болып тұр 12 қоянға. Сондықтан да 12 қоян деген сол. Бізде деген сонда 18 тауықты ол 12 қоянмен алмастырып тұр, айырбастап тұр. Біздің жауабымыз, бізде сұрақ мынандай болды: қанша тауық және қанша қоян деген сұрақ сондай болды. Біздің жауабымыз 18 тауық, 12 қоян. Мінекей, біздер осымен номер 30-шы логикалық есепті аяқтадық. Сіздерге көп рахмет. Келесі логикалық есептерде кездескенше сау болыңыздар.